Бүгін бізде темірлік перзент айдарымен өтіп жатырған жүздесуіміз. Бұл жүздесуімізге сыр сұхбатқа біз осы Қайыңды ауылы Шүбілақ елді мекенінде өмірге келген, бүгінде аға толқын алдыңғы буын өкілі ретінде және мәдени өміріне еліміздің етене араласып жүрген шығармашылық жан ретінде Ильясов Нұрсұлтан ағамызбен кездесіп отырмыз. Аға, бүгінгі кездесуімізге қош келдіңіз. Енді аға, өзіңіз туралы, отбасыңыз туралы қысқаша айтып өтсеңіз. Отбасымыз Шүбілақ шағын өзінде Нұрсұлтан аға, енді сізді ауылдың үлкені деп айтсақ та, шығармашылық адамы деп айтсақ та жарасар. Өйткені 2011 жылы жарыққа шыққан «Бұлақ басындағы ауыл» деген кітабыңызды қарап танысып шықтым. Өте керемет, сондай ойлары жинақы, оқыған адамға түсінікті. Оның ішінде алғы сөзіне осы елімізге танымал, осы ауданымыздың дамуына еңбегі сіңген Нұрмұхан Исаұлы және Меңдіхан Әлиханұлы өздерінің бағаларын берген екен. Және өзіңіздің немереңіз соның ішінде сізді мақтан тұтып, өздерінің әдемі кіріспе сөздерін білдірген екен. Өлең де шығарасыз екен. Сол өлең шығару сізге кімнен дарыған осындай өнер? Шығару менен отбасымда яғынан онда өлең шығарған жоқ. Тек мен өзімнің ойымнан кетеді. Ауылда жүргенде сол жаңағы бесікке боламыз. Бесікті бастап, содан кейін өлең шығарамын. Қазақта айтады ғой, әкеден ұл туса игі, әке жолы қуса игі дейді. Енді өзіңіз кітабыңыз жарыққа шығып жатыр, өлең шумақтарыңыз бар. Осындай сіздің жолыңызды қуған балалар бар ма? Өзіңіз менің отбасымда ондай ешкім жоқ дедіңіз, ал енді сіздің өнер жолыңызды қуған жандар бар ма балаларыңыздың арасында? Ондай жоқ балалар. Немерелердің арасында? Немерелер бар, Шапақ деген немерем бар, сол. Нұрсұлтан аға, осы жақын арада сіздің Шұбарқұдық туралы әніңізді естідік. Бұл енді сіздің сөзіңізге жазылған. Осының әнін кім жазды? Және ол енді бірталай қаржыға тіреледі ғой әнді шығару қазіргі уақытта. Оған кім қолдау көрсетті? Сол жөнінде де білгіміз келіп отыр. Мен Шұбарқұдықтың өлеңінде жаңа тарихы бар, негізі ертегі шығарып ойлаудан аралас. Өлеңнен тұрып қарап, сонда ойлаудан ойлаудан өлең болып өзімізге келді. Соны айтып жүретінбіз. Соны Шұбарға келгеннен ойладым. Қашан ойды өлең айттым. Шұбарға өлең шықпас па деп Шұбарға өлең шығарды. Оны енді жаңағы өзімде айтып жүрдім. Газетке беріп газетке кейін шықса, содан кейін өлең жігіттер айтты. Аға, мына өлең күшті сөз берді. Мына ән шығарды. Ертең көз жастарға айтсын деп айтты. Содан соң ән жазуға сол Амангелді Сейдімбек жиеніммен таңдап тұрып себеп жағынан жетекші. Сонымен сөйлесіп жүрдік. Содан мен айттым, ал жаңағы сөйлесіп Амангелді осы өлең шығарып сенің сазгерсің, оған ән шығарып берші. Мен Қытайда бизнес істедім, семейім болған. Сол бизнеске беріп жүрмін. Жаңа жиенім болған. Оранда барып құттықтырады, сөйтіп құттырасына баяғыда ауылда жүргенде темірге барып сонда неге шығармайсың дедім. Сосын іштері келіп құда артынан ойладым, ол қалай барып тауып бар. Телемізді қоса алып басқыма жоқ. Байқағанымды жинай алмай, осы жинай алмай. Нағашылы жиендіктеріңіз бар? Нағашы жиендіктеріміз сосын ойладым да шешеме апамыз болатын. Сосын ойламай көп мынандай өлең шығардым. Ренжітпе қартайғанда нағашыңды. Нағашың аямас сенен барыс деді. Мен сенің ананың інісімін. Мұртты ақшып білен арашың деймін. Соны WhatsApp-та сосын айтты. Тыңдағаннан кейін әкелі өлең болмаса арашты. Сөздің құдіреті. Осындай 4 шумақпен Амангелді Сәндібаев ағамыздың, жиеніңіздің жүрегінен жол тауып, әніңіздің жарыққа шығуына сазын жазып беруге мүмкіндік алдыңыз. Керемет. Сосын айтты, нағашының жиеніне әзіліне жақсы өлең шықты. Өздері содан кейін айтты, байластық болып, қазына жігіттер бар деп жақсы келістік.
рахмет. Аға, әніңізді тыңдады. Енді аудан жұртшылығы да алдағы уақытта бұл әнді тыңдап, халық өзі бағасын берер және біздің өнердегі ұл қыздарымыздың орындалып жүретін шоқтығы биік әндердің қатарына қосылсын деген тілегіміз бар. Рахмет. Аға, енді сіз еңбек жолыңызда өзіңіз механизатор болып қызмет атқардыңыз. Және сонымен қатар облыстық газет, радионың штаттан тыс тілшісі болып та қызмет атқарған екенсіз уақытында. Енді сол қызметтеріңіз, жалпы еңбек жолыңыз бағаланып, еңбекте өзіндік бағаларымды алдым деп есептейсіз бе? Бүгінгі сол бағаларымды есептеймін. Оны айға осы болса, өткен қазіргі ортаға темірдің ардагер кеңесіне хабарласып, Астанаға шақырды. Қызметтердің бәрін бағалап, үздік еңбек адамды деген сол медальмен марапаттап, есімде бірінші дәрежелі дипломмен арқылы бастық. Нұрсұлтан аға, жаңа Шұбарқұдыққа арнап шығарған әніңіз туралы бөлістіңіз, оның шығу тарихымен де қысқаша айтып өттіңіз. Енді тағы да қандай жарыққа шықпай жатқан әндеріңіз, көкейіңізде жүрген, осылар жарыққа шықса екен деген әндеріңіз бар ма? Әрине бар, мына бұрыннан да сол Шұбар темір көшіп келгеннен кейін де сол бұрыннан келе жатқан наурыз көктем деген өлеңім бар, қайырмасының бәрі бар. Онда осы ертең тосқанда тоңқылдарға берген бар. Олар шыққаннан кейін ән шыққан өтіп, содан кейін де Шелақ туған мекеніне өлеңім бар. Өлең жақында осы шығу көріп, музыкасы. Сосын Айжанқызының өлеңі бар, оны ертең өлең, сол осында жазып жатыр. Осындай өлеңдер бар, көп өлеңнің арасында кейіпкер біздің қасымнан келіп, соларды шығарып келіп, осының алдасында елдің жастарына соңын келеді. Айтса екен, шығарса екен. Біздің жастарымыз, оның айтатын дүние өнер жастар бар ғой. Өлең шығарады, өлең айтады. Енді бір жастарымыз бар. Өйткені Жандос Қарғылбаев жерлесіміз дейді. Қандай деймін, сондай жастар айтса екен, ойым бар. Жастарға айтар ақыл кеңесіңіз, аға буын өкілі ретінде Еңбек етсең еліңді дейді. Сосын ешкіммен санаспа. Bir жерде отырсың ба, анау келмей қалып, мына жасамай қалды, жасай бер. Сені еңбекті етеге бағалайды. Еңбегін көресің, зейнетін көресің дейді. Сондай кім жастар, сондай еді. Сосын айтамын, мен әкем айтамын, үлкен адамға сәлем бер. Кетіп жатқан адамға сәлем бермей жүрмей. Үлкен адамға шама кезде сәлем бер. Саған ол батасын береді, ықыласын береді. Бақытты бол, үлкен өссін. Соның артында не? Жастарға айтатын, сәлем бер, алдын кетіп өтті. Содан өміріңде бақытты боласың, еңбегіңде жаратып, жастарға сондай өлең. рахмет. Ендеше осы ойлаған ойыңыз жүзеге асып, әндеріңіз жарыққа шығуына біз де тілекшіміз. Әрдайым аман жүріңіз. Келесі көріскенше қымбатты көрермендер, сау саламат болыңыздар. Рахмет. Келген Нұрсұлтан ағамызды мінекей балалары келіп құттықтап, өздерінің құрметін, ықыласын білдіріп жатыр. Сіздерге де үлкен рахмет. Біз қуаныштымыз, осындай әкемізбен мақтанамыз. Осындай елге үлгілі, сыйлы, бізді осы күнге дейін тәрбиелеп, өсіріп жеткізген әкемізге алғысымыз шексіз. Құрметті бүгінгі мәлімет